Аналар шаңырақ шуаға дәл осындай тақырыппен Түркістан қалалық мәдениет үйінде облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы аналар кеңесінің жиыны өтті. Оған облысымыздың аудан қалаларындағы аналар кеңестерінің төрайымдары мен мүшелері, орта арнаулы оқу орындарының оқытушылары мен студент қыздар қатысты. Жиында ұрпақ тәрбиесіндегі аналардың рөлі мен тәрбие бағытындағы жұмыстарды жетілдіру жайы талқыланды. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында еліміздің рухани жаңғырту мәселелері қадау-қадау айтылған. Мақсатымыз айқындалып, бағытымыз белгіленді. Ендігі меже әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Межелі міндетке жету үшін санамыз ісімізден озып, одан бұрын жаңғыртып отыру тиіс. Бұл орайда Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанындағы аналар кеңесі де лайықты жұмыс атқаруда. Ұрпақты тәрбиелеу мәселесі өте өзекті болып тұр. Рухы биік, білімі жоғары, сана сезімі жоғары, патриоттық сана сезімі, отан сүйіспеншілік жоғары азаматтарды тәрбиелеу, ол тек қана мемлекеттің емес, бірақ әрбір отбасының, әрбір адамзаттың, әке мен ананың парыз деп біз түсінеміз. Осындай заманның кезінде мына аналардың отбасының институтын нығайтып, олардың рөлі өте жоғары болып жатыр. Қазіргідей жаппай жаһандану дәуірінде өркениетті қоғамның көшіне ілесе алатын ұлағатты да алғыр ұрпақ тәрбиелеу заман талабы. Елдің келешегі терең білімді, ұшқыр ойлы, ақыл парасаты биік жастар тәрбиелеуге байланысты. Ал оның негізі оның өскен-өнген ортасы мен отбасынан басталуы тиіс. Бала деген біздің келешегіміз, ұрпағымыз. Соны тәрбиелеуге атсалысуымыз керек. Өйткені бала болсын, қыз болсын, қазақтың салт дәстүрін уағыздап, солардың бойына ендіруіміз керек біздің қазақ салт дәстүрін. Мына және бір күрделі жиын болып жатыр қалада, мына мәдениет үйінде. Жас ұрпақтың рухани тәрбиесіне, олардың өз отанына деген патриоттық сезімін қалыптастырып, отбасылық құндылықтарды дәріптеу бағытындағы іс ешқашан босаңсымау тиіс. Сонымен қатар ұлттың абыройын көтеретін іс-шаралар атқаруды тек мемлекеттік еншісі деп қарамай, игілікті істерге аналар кеңесі де белсене араласқаны жөн. Жиынға қатысушылардың ортақ ойы осы болды. Түркістан қаласынан Ақмарал Көпжасарова, Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Ербол Мақашев, Туран Ньюс.